Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын нежный салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен барлық заттарымызды қайнатып дайындап аламыз. Ең алдымен қайнатылған етімізді осылай видеодағыдай майда етіп турап алатын боламыз. Құрметті көрермендер, егер видео ұнаса, соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылайынан 4 пішті етіп, немесе ұзынша етіп, қалауларыңыз бойынша тура берсеңіздер болады. Міне етімізді турап дайындап алдық. Келесі қиярымызды турайтын боламыз. Қиярымызды да осылай видеода көрсетілгендей майда салымға етіп турасаңыздар болады, немесе қалауларыңыз бойынша 4 бұрышта етіп турасаңыздар да болады. Салатқа арналған қайнатылатын заттарымызды қайнатып жатқан кезде міндетті түрде тұз қосып жіберіңіз. Сол кезде тұзымыздың барлығы жұмыртқамызға және де сәбізімізге және картоптарымызға сіңіп дәмді болып шығатын болады. Және етті де қайнатқан кезде тұз қосып жіберіңіз. Міндетті түрде сол кезде салатыңызға бөлек тұз қоспайсыз. Міне қиярды турап болған соң, қиярымызға аз ғана тұздан араластырып жіберетін боламыз. Басқа заттарымызды турап болғанымызша, тұзымыз қиярымызға сіңіп дәмді болып тұратын болады. Немесе осы қиярдың орнына тұздалған қияр қоссаңыздар болады. Ендігі кезек бізде барлық қайнатылған заттарымызды осылай күштен өткізіп шығатын боламыз. Осылай майда жағымен өткізе беріңіздер. Сәбізімізді де осылай майда жағынан өткізіп аламыз. Бұл жерде мен сырды ең бірінші өткізіп қойған болатынмын, ол видеоға түспей қалған.
Міне барлық заттарымызды өткізіп дайындап алдық. Келесі кезекте біз салатымызды бір ыдысқа жинайтын боламыз. Қалауларыңыз бойынша 2 порция шығарсаңыздар болады. Негізі бұл жерде 2 порцияға арналған масалықтар бар. Ал мен бұл жерде үлкен ыдысқа біреу жасап жатырмын. Мен майонез үстінен ет саламыз. Және қалғандарында дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, бірінен кейін бірін салып, осылай қойып қоя бересіздер. Бұл салат бізде мужской каприз. Міне достар, осымен біздің салатымыз дайын. Сыртына осылай майонез сеуіп, сырымызды сеуіп жататын боламыз. Сән де өз еріктеріңізде қалаларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне осымен салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.